ғана өмір сүрдім диялап, бір ауыз сөз қалмаған соң алдымда. Қалай ғана өмір сүрдім диялап, бір ауыз сөз қалмаған соң алдымда. Заман қалай, адам қалай өзгерді, өзгергенде шүкір қазір өзгерді. Арыңменен ақиқаттың алдында, шындық айтып шыңғыратын кез келді. Арыңменен ақиқаттың алдында, шындық айтып шыңғыратын кез келді. Мына өлеңнен кейін қандай сезімде болдыңыз? Іштен энергияның тасығанын, рухты, жігерді сезін алдыңыз ба? Тіпті денеңіздің тіктелгенін сезіндіңіз бе? Адамның ана тіліне, жеріне, отанына, халқына, еліне, дәстүріне деген махаббаттың астында үлкен энергия бар. Міне даладан іздеп жүрген энергияның бәрі адамның ішінде. Адамның ана тілі, діні, салты, тарихы, елі, жері бұл адамның ең басты құндылығы. Бұл құндылықтың маңыздылығын түсінген адам ешқашан өз ана тілін басқа тілге айырбастамайды. Өкінішке орай біздің тарихымызда өз ана тілін білмейтін қазақтар бар, бірақ олар біздің бір бөлігіміз. Егер тереңнен ойлансақ, олардың сол уақыттағы жағдайлардан олар да зардап шеккен адамдар. Мысалы, мына метафорада түсіндірейін. Сіздің денеңіздегі мүшелер бар. Олардың әрқайсысы сіз үшін құнды, маңызды. Егер оның біреуі ауырса, сіз өзіңізден кесіп тастамайсыз ғой. Оған қамқорлық жасайсыз, оны емдеп, өзіңізде қалдырғанды қалайсыз. Міне, бұл да тура солай. Ана тілін білмейтін қазақтарды даттап, кінәлаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Оларға ана тілін олардың өзі үшін білудің қаншалықты құнды, маңызды екенін жеткізейік. Сізбен бірге болған мен, қазақ тілді психолог Айғаным.